Дүйсенбі, таңғы сағат 10:30. Беймәлім азамат кофе мен круассан сатып алып, серуендеуге шықты. Сағат 11:40-та беймәлім азамат кітап оқу үшін саябақтағы орындыққа отырды. Ол әртүрлі жанрдағы әдебиетті ұнады. Жанынан жүгіріп өтіп бара жатқан бір қыз, ол оқып отырған кітапқа қызықты. Ол қызға да сондай әдебиет ұнайтын, және оның еті бар еді. Сағат 12:50-де ол аялдамаға барып, орындыққа отырып, автобус күтті. Беймәлім азамат жанында ұйықтап отырған жігіт автобусын өткізіп алар деп қорқып, оны оятпақшы болды. Бір қарағанда қарапайым адамның әдеттегі бір күні. Бірақ олай емес. Қазақстан Республикасының бүкіл аумағындағы жаһандық бейнебақылау жүйесінің арқасында сағат 10:30-да бұл азаматтың ұрлық жасағаны анықталды. Сағат 11:40-та да ұрлық жасады. Және 12:50-де де тағы қайталады. Ал 16:00-де оны полиция қызметкерлері тұтқынға алды. Бүгінгі таңда елде 1.357.000 бейне бақылау камерасы бар. Олардың көмегімен жыл сайын 10.000-ға жуық қылмыс ашылып, 500.000-нан астам әкімшілік құқық бұзушылық анықталды. Сіздің қауіпсіздігіңіз біздің қолымызда.